ізі бөлек, сөзі бөлек басқадан, адамзатты тура жолға бастаған Алланың Расулы Мұхаммад саллаллаху ғалейхи уәссәләм. Азбасын деп адам ата ұрпағы, бірге атыпты болашақтың нұр таңы. Мәуліт күні дүниеге келгенде, Хабибуллах қос дүние сұлтаны. Адамзаттың теңдесі жоқ алғыры, пайғамбармен бірге түскен таң нұры. Ел рухы шөлдегенде жауапты, әлемдерге рахмет жаңбыры. Құраныны дүниеге жаңғырды, өшіп қалған рухтарды жандырды. Естілгенде хақ тағала әмірі, өліп қалған жүректерге жан кірді. Топастықты қылған кезде ел серік, надандықты, жамандықты еңсеріп, Алланың бұйрығына шыдамай, қиратауы тіл қатыпты теңселіп. Өз қамынан артық ойлап үмметін, үлгі қылған артына ол сүннетін. Сол заманда соған қорған болыпты. Дүниеде кімдер әлсіз, кім жетім. Толқып көлдер, тебіреніп шыңдар да, тәжім еткен періштелер жындар да, тумай тұрып жетім етіп елшісін, хақ иесі дайындады сындарға. Тәкаппарлық мекен еткен кеуделер, дүниенің қуат күші мендедер. Көпірліктен індет алған жүректер, жалғыз шипа иман менен емделер. Одан бұрын таңдар дұрыс атпаған, азаны жоқ кештер дұрыс батпаған, азған сұмдар ар-ұяттан аттаған, әлсіздердің намыстарын таптаған. Табылмапты жер бетінен нақты адам, жер жаһанды күпір үрей қаптаған, сау дейтіндей таза көңіл қалмапты, пенделіктің батпағына батпаған. Мақтаулы деп, сенімді деп мақтаған, ұлы Алла ежелден пәк сақтаған. Ұлылардың ең ұлысы Мұхаммад, ондай мөлдір тұнықты адам таппаған. Оған барар мұсылмандар күн түн деп, сағыныштан жүректері үлпілдеп, қарсы алады пайғамбардың қаласы, Мәдинаның топырағы бүлкілдеп. Мейірін төгіп, мәңгі бақи аспаны, қарсы алардай пайғамбардың асхабы, айналғандай шахидтердің қанынан елжірейді Ұқыт тауы тастары. Оның нұрын барлық ғалам аңсаған, ұлықтығы артық болған баршадан, пәк пейілмен, саф көңілмен жар салам. Я Мұхаммад, уәссәләту, уәссәләм.